Мобилизациядан кейін Қазақстанға қанша ресейлік келді? Ішкі істер министрлігі айтты. Ішкі істер министрлігі Астанадағы брифингте Қазақстанға мобилизация туралы хабарландырудан кейін қанша ресейлік келгенін айтты. Ішкі істер министрлігінің айтуынша 21 қыркүйектен бастап Қазақстанға 98 мыңға жуық ресейлік келіп, 64.234 ресейлік кетті. 8 мыңнан астамы ем алды. Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов 2018-2019 жылдары Қазақстанға 3 миллионға жуық ресей азаматы келгенін хабарлады. Қазақстанға 9 ай ішінде 1.700.000 ресей азаматы келді. Сонымен қатар қазақстандықтар да кетіп жатқанын атап өткен жөн. Күн сайын Қазақстанның 40 мың азаматы шетелге шығады. Өкініштісі, бұл өзгерістердің бәрі азаматтарымыздың құқықтарына нұқсан келтіруі мүмкін. Сондықтан бізге барлығы бақылауда. Көші-қон заңнамасы жұмыс істейді. Заңнаманы бұзу бойынша қандай да бір аномалды құбылыстарды көріп отырған жоқпыз, деп хабарлады Ішкі істер министрінің басшысы Астанадағы брифинг барысында.